Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге пеште піскен өте дәмді пирожки рецептісін ұсынамын. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Пиязды ұсақтап турап, қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Картопты тазалап, су құйып пісіреміз. Енді картобымыз піскенше қамырымызды дайындаймыз. 1 стакан жылы сүт пен 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз саламыз. 2 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық ашытқыны қосып, жақсылап араластырамыз. Ең маңыздысы осы сұйықтық жылы болуы керек. Сол кезде қамыр жақсы әрі тез көтерілетін болады. Енді аз-аздан ұнды салып, қоюланғанша қасықтың көмегімен араластыратын боламыз. Мінекей қамыр осылайынан қоюланады. Енді қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығуы керек, ұнды өте көп қоспаймыз. Мінекей қамыр дайын болды. Енді шамамен 1 қасықтай сұйық майды қамырдың бетіне жағып, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді салмасын әзірлейміз. Жаңағы картоп пісті. Сол картопқа қуырылған пиязды қосамыз. Біраз сүт құямыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Содан соң картопты жақсылап езіп, картопты пюре жасайтын боламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. 1 сағат уақыт өтті, қамырымыз көтерілген. Енді осы қамырды оқтаудың көмегімен орташа қылып жаямыз. Содан соң стақанның немесе кружканың көмегімен дөңгелекшелер кесіп аламын. Сол кезде пирожкилеріміз біркелкі әдемі болып шығады. Бірақ қалауыңызша қамырды аз-аздан шетінен үзіп алып отырып та жасауға болады. Маған осылай жасаған өзіме ұнайды. Енді осы қамырдың бөліктерін біраз қолмен басып жіберіп, ортасына картоп салмасын салып пирожки жасаймыз. Осылайша барлық қамырдан пирожки жасап шығамын. Содан соң 1 жұмыртқаға шамамен 1-2 қасықтай сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сүт қосылған жұмыртқаны пирожкидің бетіне жағып шығамыз. Содан соң алдын ала қызған пешке 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша пісіреміз. Мінекей достар, пирожкиміз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.